Eskiz bölümünün 8. сабағы. Бұл сабақта біз мынадай деталды сызып үйренетін боламыз. Бұрынғы сабақтардан айырмашылығы өздеріңіз көріп отырғандай күрделі сызбалар бар. Күрделі сызықтарды сызуды үйренетін боламыз. Бұл жерде ең әуелі өстік сызықтарды мына нүктеден мына нүктеге дейінгі өстік сызықты және мына нүктеден мына нүктеге дейін, яғни ортасына дейін бір өстік сызық жібереміз. Және мына нүктеден мына жерге дейін. Ендеше кеттік. Бірінші біз мына сызықты сызайық. Ұзындығы 100 мм болатын өстік сызық сызамыз. Таңдаймыз. Міне мына сызықтың ерекшелігі екі жаққа, бір жағына тартсаңыз екі жаққа бірдей сызылады. Бұның ұзындығы бізде 100 мм. 100 мм. Бізде бұны үзік сызыққа айландырамыз. Екінші кезекте үстіне тағы бір түзу сызық сызылу керек. Қараңыздар. Міне. Сызылды. Бұның ұзындығы бізде мына жерден мына жерге дейінгі сызық сызылды 104 мм. 104 мм. Астыңғы жағына кететін тағы бір сызық бізде мына нүктеден мына нүктеге дейінгі аралық бізде 46. Enter басамыз, сызық сызылды. Ендігі кезекте біз ішкі кішкентай шеңберлерді сызып аламыз. Бұлардың диаметрі бізде 14. Үшеуінің де өлшемі бірдей, яғни мына жерде жазылып тұр. Диаметрі 14. Үш шеңбер сызып аламыз. Үш шеңберді біз тура сызып аламыз осылай. Сосын Enter'ді Ctrl басып тұрып, міне таңдап аламыз үшеуін. Сосын бұл жерден шыққан тең дегенді басамыз. Және өлшем жазатынға кіріп, диаметрі 14 деп жазамыз. Жазылды бізде. Енді сыртқы үш шеңберді сызамыз. Үш шеңбердің екеуі бірдей, яғни 30 мм. Ұқсас болған екі шеңберді сызып алайық бірінші. Бұл жерге біз жеке-жеке тең дейміз. Ctrl басып тұрып, таңдап алдық, және тең деп басамыз. Енді өлшем жазамыз. Өлшемі бізде 30 мм. Енді сырт үстіңгі және астыңғы шеңбер қалды. Бізде бұл шеңбердің диаметрі бізде сызып аламыз. Диаметрі бізде 38. Яғни 38 деп жазсақ болады. Я болмаса мына жерге 38 бөлінген 2 десеңіздер, міне радиусын жазсаңыздар, шеңбердің диаметрі бұл жерге жазылды деген сөз. Я болмаса осы жерге осылай жазсаңыздар болады. 38 деп жаздық. Енді астыңғы екі шеңбер жазамыз. Кішкентай және үлкен болатын екі шеңбер жазайық. Сыртқы диаметрі бізде 50. Сыртқы диаметрі бізде 50 көрсетілген. 50 деп жазамыз. Ішкі диаметрі бізде 30 деп көрсетілген. 30 деп басамыз, Enter'ді енгіземіз. Бітті. Осылай негізгі сызықтарды біз негізгі шеңберлерді сызып алдық. Енді қосымша сызықтарын жасаймыз. Бірінші доғаны сызып алайық. Мына доғаның радиусы бізде 70. Бірінші доғаны сызамыз. Доғаны сызу үшін бізде үш нүктелі доғаны таңдаймыз. Шеңбердің мына жерін және мына бүйірін басамыз. Және үшінші нүктесі ішке қарай сәл кіргізіп қойсаңыздар болады. Мынада тұратын болса, өзгерте алмай қаласыздар. Яғни мына жерге қойып біз. Бастық. Бітті. Радиусын сосын ең соңынан жазамыз. Бітті. Радиусы бізде 70. Қараңыздар. Радиусы біз ең соңынан жазуымыз керек болған. Ctrl назад бастым. Ctrl-ды басып тұрып, шеңберді таңдаймыз. Және
сызықты жанастыру дегенді басамыз. Бұл жерге де солай. Доғаны басып, шеңберді таңдаймыз. Мына жерге сызықты жанастыруды басамыз. Енді радиусын жазамыз. Радиусы бізде 70. Міне. Енді осыны біз симметрия жасаймыз. Доғаны таңдаймыз. Және өстік сызықты белгіледік. Мына жерде симметрияны басамыз. Міне, қараңыздар. Автоматты түрде бізде радиус жазылды. Ендігі кезекте сыртқы екі сызықты сызып аламыз. Мына сызық және мына сызық. Жанама сызықтарды сызықты таңдадық және шеңберді белгілейміз. Қараңыздар, мына тұрған жасыл белгі шеңбердің жанында тұрған сызық, яғни сізде процесс орындалды деген сөз. Шеңбер мен сызық дұрыс жанасты деген сөз. Енді осыны біз симметрия жасай салсақ болады. Міне. Симметрия жасалды. Қараңыздар. Ендігі кезекте біз ішкі үшбұрышты сызып алайық. Оның биіктігі 56, табанының ұзындығы 50. Оны біз мына түзу сызықпен істеген жақсырақ болады. Тура осылай істейік. Міне, қисық болса бола берсін. Енді осыны өзіміз туралап аламыз. Сызықты басамыз. Я болмаса мына шеңбердің, түзу сызықтың ортаңғы нүктесін белгілейміз. Және мына жердегі мына ортаңғы нүктені тағы белгілейміз. Екеуі де контролды басып тұрып орындалады. Vertical деген басамыз. Міне. Енді ұзындығы бізде табанның ұзындығы 50 болатын. 50 деп жазамыз. 50 деп жаздық. Міне. Енді осының биіктігі бізде 56 болатын. 56 деп жазамыз. Қараңыздар, 56. Ендігі кезекте бұның қайда орналасқаны маңызды, биіктігі. Мына жақта ма, әлде мына жақта ма? Ол үшін бізге өлшем керек. Аралығы 16. Мына шеңбердің центрінен мына табанына дейін 16. Шеңбердің центрі және табанын белгілейміз. Аралығы 16. Басамыз. Басылды. Енді бұл жерде бұлай екі сызық жібереміз. Мынаның центрінен мына шеңбердің центріне дейін. Тура солай істейміз. Міне. Істедік. Енді осыны біз симметрия жасай салсақ болады. Міне. Істелді. Ендігі кезекте біз мынаның ішіндегі радиусын сызып алайық. Радиусу бізде 20. Ол үшін шеңбердің үш нүктелі шеңбер түрін таңдап аламыз. Үш нүктелі шеңбер түрін таңдадық. Басамыз. Радиусу бізде 20 болатын. Яғни диаметрі 40 деген сөз. Диаметрі 40 деген сөз. Енді осыны біз симметрия жасай салсақ болады, я болмаса сызсақ та болады. Істеп алдық. Енді қайшымен біз кесіп тастаймыз. Қараңыздар. Міне. Тура осылай кесіп тастасаңыздар болады. Доғасы сызылды. Міне. Мына жердегі доғаны жазайық. Мына жерде тұратын. Радиусы бізде 8. Түзу сызық және шеңбер таңдадық. Үш нүктелі шеңбер түрін таңдаймыз ол үшін бізде. Осылай ішіне ақырын созсаңыздар, кез келген нүктені бастық. Және радиусы бізде 8. Радиусы 8 деп жазасыздар. 8 дедік. Міне. Мына жерде мына шеңбердің қалған бөлігін өшірейік. Яғни доғаны қалдырамыз. Міне. Енді осыны біз симметрия жасай салсақ болады. Таңдадық. Симметрия деп басамыз.
екінші бетіне ауыстырылды. Міне. Ендігі кезекте біз ішіндегі мына жердегі радиус қалды. Оны істемес бұрын мына сызықпен мына сызықты таңдап, екеуін параллель деп басамыз. Қазір қателік кетті менде. Параллельді өшірейік. Бұны артынан істейік қазір. Енді мына жерге радиус істейміз. Түзу сызықты таңдадық. Мына түзу сызықты таңдаймыз. Кез келген жерге әкеліп қоямыз. Радиусы бізде 10. Енді радиусы 10 болса, диаметрі бізде 20 деген сөз. 20 деп бастық. Енді осыны қайшымен аламыз, кесеміз. Кесіп тастадық. Енді екі бұрыш қалды. Бұл жерге де солай басамыз. Радиусы мына жерге 10 деп жаза салсаңыздар болады. Қайшымен өшіреміз. Қараңыздар, өшірілді. Мына жердегінде солай істейміз қазір. Үш нүктелі шеңбер түрін таңдаймыз. Радиусы 10 деп жазамыз. Бұны өшіреміз. Міне, бізде сызылды. Сіздерге сақтық үшін мына нүкте мен мына нүктенің арасында біз өлшем жазып қояйық. Бұл бізге керек болады. Жақсы. Енді барып өшірсек болады. Мынау сыртқы жағын өшіреміз. Менде қисық кетті қазір. Мына шеңбердің түзу сызықтың центрімен мына түзу сызықтың центрін біз вертикал деп бекітіп қойсақ болады. Енді істесек. Ауыспайды еш нәрсе. Міне. Тура осылай бізде сызылды. Мына жердегіні ақырын кесеміз қазір қайшымен. Тура осылай кесіп тастасақ, бізде сызықтар сызылып болды. Ендігі мына жердегі кішкентай радиус қалды. Диаметрі 16. Радиусы 8. Үш нүктелі шеңбер түрін таңдап аламыз. Түзу сызықты және шеңберді таңдадық. Сыртына алып келеміз. Радиусы бізде 8. 8 деп бастық. Қараңыз. Енді осыны өшіреміз. Міне. Тура осылай істедік. Мына жерге де сондай істейміз қазір. Міне. Радиусы бізде 16. Диаметрі 16, радиусы бізде 8. Таңдадық. Қайшымен кесіп тастаймыз. Енді бізде байқадыңыздар, бұл сызықтар бізде өзгеріп кетті. Ол үшін екі сызықты параллель деп басамыз. Таңдадық. Параллель деп белгілесек болады. Мына сызықты белгілейміз. Және мына сызықты белгілейміз. Параллель деп бассақ, міне, бізде сызба сызылып болды. Осылай біздің эскиз бөлімінің 8-ші сызбасы осындай болып шықты. Енді аяқтау үшін мынаны жібереміз. Қараңыздар, дәл қазір маған анық көріну үшін мен осының бояуын берем қазір. Сызықтыкін қызыл қылып өзгертейік. Окей деп бастым. Міне, бізде эскиз бөлімінің 8-ші сабағы осылай аяқталды.